Жағдайды ұқтырайын деп қайта сөз бастады. Қазақ пен қазақ түп тұқияның кім, бабаң кім, қай жүзсің, елің кім, руың кім, атаң кім, түп тамырың кім деп жөн сұрасқан. Қазақ осындай маңызды сұрақтармен шежіре қайырып, сұрақ қойылып отырған адамның болмысы мен шығу тегін біліп, жаратылу тарихын, яғни генетикалық тұрғыдан толық түсінген. Шежіресін қайырып сұрап болғаннан кейін Ататек, Үрімбұтақ, төрт жұрты, өз жұрты, тай жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты жайлы тәптіштеп сұрап отырып, қан тазалығы арқылы ұрпағымызға жақсы немесе қандай жаман шежірелік ақпараттар тасқынының кетіп жатқанын саралаған. Мен мұны сендерге бойдан шығарып отырған жоқпын. Бұл қағида, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан жазылмаған заң. Мен оны шежіреші Тоқтар Абыз дегеннен де оқыдым. Қазір совет заманындағыдай емес, барлық тарих ақтарылып, дін ислам оқытылып жатыр ғой, деп бір қайырды. Кеседегі шайын ұрттап әрі қарай жалғастырды. Нұржанның өлдірге еріп осы үйге келгеннен бері оқиғаларын байсалды қоңыр дауыспен баяндап шықты да, Нұржанның анасы ұстаз екен. Осы жағдайға да жеңіл жүріспен бармаған көрінеді. Біздің әулет оны түсініп қабылдағанымызбен ғасырлар бойы өмірге ұрпағын адал жолмен әкелуге айрықша мән берген бабаларымыздың аманатын қайтеміз. Ғасырлар бойы небір зұлматтарға кезіксе де, өзіміздің ұлттық сипатымызды жоғалтпай, өркениет көшіне ілесуімізге мүмкіндік берген, елдік санамыздың сақталуына тікелей ықпал еткен рухани құндылықтарымызды келер ұрпаққа жеткізу әрқайсымыздың парызымыз. Бабаларымыз ұлт сапасын сақтау үшін жеті атаны сақтаған, некелі жардан перзент сүюді мақсат еткен. Дінімізге мүлде қайшы, ұлттық санамызға жат жағдайларды істегендерді елден шеттеткен. Тіпті зинадан туғандарды бөлек жерлейтін болған. Некесіз баланы көрдемші деп қатарға қоспаған. Жаугершілік заманда сапқа тұрғызып санатқа алмаған, жеті атасын білмеген жетесіз деген. Ата-бабамыз ұрпағының баталы некелі жұрттан тарауына мән бергені сондықтан қасиетті қарашаңырақ ұғымымен некелі тек тұрпақ жалғастырған. Осының бәрін біле тұра мен ақсақал басыммен қалай өз батамды берем, араларында махаббат бар екен деп, заман басқа екен деп. Егер мен сияқты әрбір әке бабалар қағидасын сақтаса, әрбір ана қызын адал перзентті дүниеге әкелуге тәрбиелесе, пешенесіне тексіздік таңбасы басылған көрдемшелер дүниеге келмес еді, деп қызынып барып әрең тоқтады. Айбарлы әке сөзін ешкім бөлмеді. Айтып отырғанының бәрі орынды. Жүрекке қонымды болған соң, отбасы мүшелері үнсіз тыңдады. Үйдің кенже ұлы болған соң, еркіндей өсіп, еркелеп сөйлеп қалған Болат. Әке, айтқаныңыз өте дұрыс. Ұлттық салт дәстүрді сақтау бәріміздің борышымыз. Бірақ алданып қалған Нұржанның анасы баласын қазіргі бейбақ кейбір әйелдерге ұқсап тастап кеткен жоқ қой, деді. Дәл осы сәтті пайдаланып Кербез бәйбіше оның үстіне жақсылап тәрбиелеп өсіріпті, деп ұлына қосыла кетті. Ана бөлмеде жылап жатқан қызының жағдайын ақтағандай. Ел іші болған соң бір оқыс жағдай болады екен. Өкініштісі сол жағдайдың біздің отбасында кездескенін қарашы. Солай ма әке? Деп үлкен ұл тағы әке ыңғайына жығыла кетті. Әулетіне біраз насихат айтып тастап, енді менің сөзімді дұрыс демей көріңдер деп қоқиланып, балаларының райларын бағып отырған әке, әгер әке ел ішінде осындай бір жағдай болып қалса, оны тезге салу керек, етек алып кетпес үшін деп бетін сипады. Бүгін 20 ғасыр, Нұржан туғалы бері 30 жылдай уақыт өтіпті. Әйел жіберген қателігін жөндеп, ұлын жақсы тәрбиеледі. Енді негін тағамыз деп кенже ұл қоймады. Әкем жеті атаны сақтау керек, ұрпақ тазалығын ұстану керек деп отыр ғой. Мына көршіліктарға қарашы, өз туыстарына үйленіп, ақырында ауру ұрпақ көбейіп барады деп заң шығарып, жатыр қан араласпау үшін деп үлкен ұл үлкендігін жасай берді. Әке, мәселе қан тазалығында болса, Нұржанның Ақжайықтың жағалауынан екенін анасы біліп отыр. Бізге үш қайнаса сорпасы қосылмайтыны анық. Дәл осы жерде жеті ата сақталып отыр ғой деп ортаншы ұл әңгімеге араласты. Сендердікі дұрыс дейік, ал ақнеке дегенді қайтеміз? Ол неге сақталмауы керек? Оны неге тәрк етеміз? Деп әке сұрақпен жан-жағына қарады көзін бажырайтып. Әке, табалдырықта 21 ғасыр, бізден басқа ұлттар ғаламданып жатыр.
біз болсақ ата салт дәстүр деп кері қараймыз ба деп кенже ұл өз көзқарасын жасыра алмай қалды. Ей бала, ең жетілген ұлт деген жапондардың өзі салт дәстүрін сақтап иіліп, ата-анасын арқасына көтеріп жүретінін білесің бе? 100% ана тілінде сөйлеп, тағы әлемнің 5 тілін біледі. Отбасыларында ажырасу деген болмайды. Неге олар 21 ғасырда жаһанданып кетпеді? Деп енді әкелері ашулана бастады. Әкесі ашуыңызды маған беріңізші деп аналары жалына қалды. Әке, байғұс қызды ешкім ағнекелі жар болуға шақырмаса не істейді? Баяғы заман емес, атастырып, не зорлап біреуге қосатын. Өмірден түксіз өте ме? Не жар жоқ, не бала жоқ деп кенже ұл қарсылығын тоқтатар емес. Әкесі Болаттың айтып отырғанында да шындық бар ғой. Қазір жалғыз қалған кәрі қыз көп. Өзіңіз білесіз, бір танысымыздың қыздарының алды 50-ге келді. 3 қызы да оң жақта отыр әлі. Бұл бүгінгі қоғамның үлкен бір дерті болып тұр ғой, деп кербез кіші ұлды жақтап шықты. Сонда немене, бай алмады екен деп көрдемжені көбейте ме? Ол баланың тағдыры не болады? Әлде бала деген ойыншық па? Жалғыздан қорқып әркім жасап алатын, деп ақсақал көз аларып бәйбішесіне қадалды. Әңгіменің ушығып бара жатқанынан сескенген үлкен келін, Жәмила шайды ысытып жіберейікші деп жұрттың назарын дастарханға аударды. Ойбу, бәрі суып кетіпті ғой, сөйт құлыным, деді ене. Оған дейін аяқ жазайық, деп үлкен ұл үстелден тұрды. Үлкен жеңге мөлдірдің бөлмесіне кірді. Қыз әлі өкпелеп төсегінде жатыр екен. Жаным сол, сенің жағдайыңды түсінем. Әкеміз сабасына түссін, тағы сөйлесеміз, деді де көрпесінің сыртынан қапсыра құшақтап. Әкем түспейді сабасына. Міне 4 жылға аяқ басты, әлі ашулы, деп өксіп қалды қыз. Ағаларың тағы сөйлеседі, деді жеңгесі. Келісім бермесе түбі қашып кетем. Онсыз да мені жолдамамен Астанаға бөлген, деді қыз сілкініп. Сен шынымен-ақ сол суық жаққа кетпекшімісің? Кетем, жаңа Елорда жастардың қаласы. Болашақ сонда, Нұржанмен жаңа ортада өмір бастаймыз, деді қыз басын көтеріп отырып. Жүріңдер, ыстық тамақ келді деп, ортаншы келін бұларды дастарханға шақырды. Алдыңғы бастаған әңгімеге бір шешім шығарғысы келген кенже ұл, әке, мен артық айтсам кешіріңіз, мен енді Нұржанмен өзім сөйлесемін, деді. Кішкентайынан әкесіз қорланып, өмір тауқыметін тартып өссе де, бүгінде сүйгеніне адалдық танытып, қанша жыл болды еркек басымен күтіп жүр, мен оны қолдаймын, деді, оң қолын көтеріп. Үлкендері бауырларының мына өжет шешіміне не қарсы боларын, не қосыларын білдірмей үнсіз қалды. Тетелесінің өздерін қолдағанына іштей риза болған мөлдір көзі жәутеңдеп жеңгелеріне қарады. Балаларының өзінен бір кесім күтіп отырғандарын түсінген қария, балаларым, сендер мені ескілікпен қатып қалған қырсық шал деп отырсыңдар ма? Деп өзі аудиторияда отырғандай жан-жағын барлады. Жоқ, жалғыз қыздың жолын кесіп отырған қайырсыз әке деп отырсыңдар ма? Деп дауысын қатқылдау шығарды. Әке, қойыңыз, бізге не болыпты, деп үлкен ұл қозғалақтап қойды. Мен ата-баба дәстүрін ұстанған адаммын. Мына аналарың да солай. Өзін қазақпын деген басқа әке-шешелер де солай деп ойлаймын. Сондықтан жеті атаны сақтап, ақнекелі жар сүйіп, сендер сияқты ұл қыз өсіріп отырмыз. Міне осы жолымда менен өрбіген ұрпақ, сендердің әрі қарай жалғау парыздарың. Иә, қазір заң басқа, заман басқа. Сүйгендеріңе қосылып отырсыңдар. Өз талаптарыңды орындатып жүрсіңдер. Сол талаптың өзін ата-баба дәстүріне сай, сол шеңберден шықпай жасатып, жастарға бағыт беру ата мен ананың міндеті. Иә, шалыспаспайтын, адаспайтын пенде болмас. Адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапқан соң деген ата сөзі бұл жағдайға келмейді. Соның бәрін біле тұра, мен қалай батамды беремін. Мен өлгеннен кейін бір заманда үшеуің де осылай қиын болса да қатал үкім жасауға тиіссіңдер осындай жағдайда. Егер менен тарасаңдар, сонда ғана бабалардың әруағы риза болады, деп тоқтады. Ақсақалдың ешбір келісім бермесін білген бала-шағасы бұл әңгімені осымен тоқтатты. Көңілсіздеу болып диплом жуу кеш аяқталды. Ағалары кеткен соң анасы қызының бөлмесіне келді. Маған үкім шықты. Сонымен құттықтағалы келдіңіз бе? Деп шешесінің бөлмесіне кіргенін ұнатпады ерке қыз. Қой, үкімі несі? Үміт ешқашан үзілмейді. Әкең әлі-ақ сабасына түсер деп келе жатыр еді. Қызы жұлып алғандай, түспейді. Көзім жетті. Мен Астанаға кетем. Ендігі өмірімді жалғыздықта өткізем, деді.
Әй балапаным-ай, екі оттың ортасына мені салдыңдар-ау, деп әлсіреп қызының төсегіне қисая кетті. Апа, апа деп шырылдап мөлдір анасының басын сүйеді. Не болды сізге? Қан қысымым көтеріліп кетті ме, басым айналып қоя берді ғой, деді ана алқынып. Қайтсын, көзінің қарашығындай жалғыз қызы дүниеден түңіліп жатса. Атанасын сүйгенімен қосылуға көндіре алмаған мөлдір тамыздың тамаша бір күнінде Астанаға тартты. Ұшақпен Елорда әуежайына келіп түсті. Еңбек демалысында жүрген Нұржан алдынан шығып күтіп алды. Екеуі қол ұстасқан қалпында қалалық денсаулық сақтау департаменті басшысының алдынан бір-ақ шықты. Ұзын бойлы қиылған қара мұрты бар департамент басшысы Мәжит Шайдаров таныстықтан соң ерлі-зайыптысыңдар ма деп сұрады. Жоқ әзірге, мен Семей қалалық ауруханасының басшысымын. Бізді кім Елордаға шақырсын, содан екеуміз екі жақта қосыла алмай жүрміз деп әзіл араластыра жауап берді Нұржан. Бір-біріне жарасып тұрған жастарды қарап көңілі толған Мәжит Зейнұлы, сенің негізі салаң қалай деді. Нейрохирургпын. О, бізде нейрохирургиялық орталық ашылып жатыр. Екеуіңді де сонда жіберейін. Бірге бастаңдар қызметкеріңді деп жігітке қолын ұсынды. Әңгіменің авторы Сәуле Досжан.